Мә, достар, сіздер уже менің ютубымды көріп, полностью Озонның бүкіл фишкаларын тегін үйреніп алатын болыңыздар ғой. Сіздермен мен Мақсат Жұмабек, қайырлы кеш. Бүгін сіздерге күшті бір контент дайындап қойдық. Конкуренттерді зерттеу деген қалай? Біз мысалы бір кез келген товар сатсақ, өзіміздің конкурентімізді зерттеуіміз керек та бұл жерде. Озон болсын, Вайберс болсын, басқа да Каспи болсын деген сияқты. Мысал ретінде біз мынандай бір ручка сатып жатыр деп ойлаңыздар. И сұрақ қойыңыз. Покупатель неге дәл осы ручканы конкуренттерден алу керек? Неге менен алмау керек? Сөйтесіздер да оның карточкасын ашасыздар, өздеріңіздің карточкаларыңызды ашасыздар. И екеуін салыстырасыздар ғой, былайша айтқан кезде. Бірінші мән беретін зат ол бізде инфографикасы. Ол конкуренттің товарының суреті өте әдемі болуы мүмкін, ал сіздікі кішкене нашар болуы мүмкін. Сіз сразу басқа товар салам дегенді ойламаңыз. Мына ручкада ол сұраныс бар бәрібір. Барасыздар да мынаның инфографикасын күшті қылып жасайсыздар ғой. Платный болса платный, ана жерде инфографиканың өзінің қалай жасалынатынын тоже зерттеуге болады. Ол ұзақ тақырып негізі. Инфографикасын анамен бір примерно теңестіресіздер ғой. Ода қандай информация бар, қандай түспен жасалған, қандай артықшылықтары бар деген сияқты. И инфографикамен теңескеннен кейін бәрібір сіздерде продаж болмайды да. Конкурентте болып жатыр. Демек, сіз екінші мәселеге мән бересіз. Ол товарыңыздың доставкасы. Доставкасы, сіз примерно сол жағында бір карта бар. Картаны ашасыздар да, Москваны қоясыздар. В основном бізде покупательдер Москвадан. Оның доставкасы примерно 2 күнде, 3 күнде деп көрсетіп тұрады, ал сіздердікі 12 күнде деп көрсетіп тұрады. И естественно, сізден товар сатып алмайды да, ана товарды. Сол себепті сіз уже мына товарды футболға жіберуді ойлаңыздар. Футболға жіберсек, біз уже ана конкурентпен біз доставкасымен теңестіріп аламыз. И үшінші мәселе, біз уже бағасымен жарысуымыз керекпіз ғой. Товарыңыздың бағасы сіздікі 1000 теңге, ананікі барады да 800 теңге. И значит, сіз барасыз да поставщиктің арзан іздеу керексіз ғой. Поставщик тупо былай Алматыдан табу кішкене қиындау болуы мүмкін. Сол себепті уже Қытайға шығуды ойлайсыз. Каргоны есептейсіз, келу уақытын есептейсіз, келгеннен кейін упаковка барлық шығындарды есептеп, примерно бағасын анамен теңестіресіз. И теңестіргеннен кейін уже сіз барлық жақтан теңесіп жатсыз да. Бірақ тоже продажа аз болуы мүмкін, бірақ басында бәрібір басталады, бір-екеу деген болсын. Оның тағы да бір артықшылығы, олардың отзывы болады карточкасында, уже бірнеше сатса, астында отзывы болады. Ол кезде біз уже самовык жасатамыз ғой, өзіміздің товарды басқа достарымыздың аккаунтынан сатып алып, астына жасанды отзыв жасамыз. Ойбай, мына товар күшті, мына товардың бағасы идеальны, супер товар, тағы да заказ берем деген сияқты. И өйстіп біз уже конкуренттермен теңесіп аламыз да, осы товарды топқа шығарсақ болады. Бір товар салдыңыз, өтпей ма, сразу қой, мынау менің нишам емес деген ондай болмайды. Мына Озонда өтпейді деген товар жоқ. Өтпейді деген товарды айту ол өтірік әңгіме да. Просто сіздер өз кішкене зерттеу, рынокпен жарысу, или уақыт бөлу, или ақша құю деген сияқты ойламайсыздар. Өзімнің методым, мен кез келген бір товар создать етсем, бұл товарды мен нольға сатамын. Товарда ешқандай маржинальность қоймаймын. Тек комиссия расходтарын қоямын да. Одан кейін жай бұл товар өте бастаймын бағасын. 3 рубльдан 5 рубльдан қымбаттата беремін. Қымбаттатып, сөйтіп сол кезде мен товарым топқа шығады. Сразу қойдыңыз товар, нормальный маржа қойдыңыз, сразу көтеріліп кеттік деген әңгіме жоқ. Сол себепті асықпай, постепенно конкуренттерді зерттеп, біз бір товарымызды топқа шығарып аламыз. Және бұл товарымыздың біз бағасын есептеу үшін YouTube'да тағы да бір видеом бар, бағасын дұрыс есептеу деген. Соны көрсеңіздер болады. Немесе сол жақта бір таблица бар, оны алу үшін менің Instagram каналыма өтсеңіздер болады. Instagram каналыма тіркеліп, мені қолдап, комментарий жазып отырсаңыздар, мен осы видео сияқты көп пайдалы ақпараттармен тегін бөлісетін боламын. Сол себепті қазақтың баласын қолдап, кішкене мені демеп жіберсеңіздер, сіздерге көп пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сіздермен болған мен Мақсат Жұмабек. Сау, саламат болыңыздар.